Барлықтарыңызға сәлем. Ұлы дала ОБТ-да жаңа рубрика университеттерге обзор. Оның бүгінгі жүргізушісі мен Нұрлына. Мен Ұлы дала ОБТ-ның 2021 жылғы түлегімін. Қазіргі таңда осы Астана медициналық университетінің бірінші курс студентімін. Бүгін мен сіздерге өзімнің университетімен таныстыратын боламын. Кеттік. I'm like Beethoven with the bass on it. Mid-class kids who went pop. Deaf to the hater won't stop. Let's talk key scales won't drop. You don't even need a scale to know I'm on top. Me and Mozart got bars, you got pops. Heard you writing Tiffany, a whole symphony. You a simp to me, but go off. Or make a masterpieces for you, or at least it's gon' hit like rum-pum-pum. Elephant to me like the symphony. Your career's dun-dun-dun-dun. I'm like Beethoven with the bass on it. Ain't have to spit to make pops. Made the opera pop when that's over in drops. Singing like na-na-na-na-na-na-na-na. Drop centuries ago and still on. Presidential drip from G. Washington. Shout out to him, the wick strong. If you think of playing me, you need major keys. Still minor leagues, you ain't Braun. This Mozart in that one chord. Now you want smoke, so it's on. Call me dramatic, guess they ain't wrong. Definitely hating, faking, that's law. That classical. Университет 1964 жылы құрылған, қазіргі таңда 6 мамандық бойынша білім береді. Олар жалпы медицина, стоматология, қоғамдық денсаулық сақтау, мейіргер ісі, фармация және де педиатрия. Қуаныштысы 2021 жылдан бастап Астана медициналық университетінде де педиатрия мамандығы ашылды. Так, стоп. Осы жерден көптеген түлектердің сұрағына жауап бере кетсем, яғни хирург болу үшін, акушер болу үшін қанша жыл оқиды? Ең біріншіден жалпы медицина факультетіне түсіп, 5 жыл бакалаврды оқисың, 1 жыл интернатураны оқисың, содан кейін барып өзің қалаған мамандыққа тағы да оқисың. В общем айтқанда 8-9 жыл білім аласың. Бұл университеттің басты корпусы, жалпы 2 корпусы болады. Қазір мен сіздерге толығымен көрсетсем. Университеттің асханасы, студенттер үзіліс уақытында келіп тамақтанса болады, бағасы студент үшін қолжетімді. Университеттің ішкі цоны, яғни студенттер кез келген уақытта өздеріне қажетті құжаттарды, документтерді осы жерден жасай алады. Және де академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша студенттер Жапония, Болгария, Түркия, Латвия, Литва, ақш, Франция, Сингапур, Ресей, Европа елдерінің жетекші оқу орындарынан білім ала алады. Бұрыннан қалыптасып қалған стереотип, яғни медик студенттер 24-7 сағат сабақ оқиды, өмірдің барлығы медицинаға арнайды деген. Бірақ университеттің қабырғасында жүріп ақ студенттік өмірді қызықты етуге болады. Осы мақсатта біздің университетте 18 түрлі ұйым жұмыс жасайды. Song sing. Bro said he can't trust these girls no more, cause she just wants to the long thing. Show that for your fling. Dang ding. We fi play a drunk ping pong pong ping. Me and a brown man did sweet mid.
скажи мне сегодня. We ходила, хочу чай, захочу, будто выкину печаль. Это ритуал. Zap, zap, zero, zap, 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 zero, я zap. Full of dope, smoke. Бізде күндем тихан күнде іркі ғой, ой. Платон ұстаған баға баста түрлі ой бой. Оқымағанды қой, просто так не стой. Моға мейлікім сен көкең, моға бәрбір керек емес көкең. Моға мейлікім сен көкең, моға бәрбір керек емес көкең. Және де мен осы ұйымдардың ішінде консилиум терапия ұйымында бармын. Біздің ұйым клиникалық базаны қалыптастыруға бағытталған, және де апта сайын әртүрлі аурулар бойынша лекциялар өтіріп, республикалық, халықаралық олимпиадаларға шығуға мүмкіндік береді. Біз енді деканатқа келдік. Деканат бізде ішкі жұмыстармен айналысып, ішкі мәселелерді шешеді. Студенттер кез келген сұрақтарымен келіп, жауап алады. Осы жерде әрбір факультет бойынша деканаттар орналасқан. Мен жалпы медицина факультетінде оқығандықтан, қазір жалпы медицина факультетінің деканатына кіреміз. Жалпы медицина факультетінің деканатының орынбасары Бақшагүл Кәрібаевна. Бақшагүл Кәрібаевна, осы видеоны көріп отырған түлектерге айтатын бір-екі ауыз сөзіңіз, лебізіңіз болса білдіре кетсеңіз. Рахмет. Құрметті түлектер, біздің Астана медицина университетіне жаңа оқу жылында оқуға түсірулеріңізге болады. Сіздер білесіздер, бізде жақсы оқу үшін Астана медицина университетінде барлық жағдайлар жасалған. Бізде жаңадан орталықтар, ауруханалар, емханалар бар, және бізде бірнеше корпуста сабақ жүргізіледі. Барлық сабақта инновациялық тәсілдерді қолдана отырып жүргізіледі. Сондықтан, егер де Астана медицина университетіне түсетін жас түлектер болса, сіздерді бізге оқуға шақырамыз. Рахмет. Университеттің тағы бір плюсы бірінші курстан бастап практиканы қоса үйретеді. Яғни бізде сабақтар емханаларда, поликлиникаларда өтеді. 46 клиникалық кафедра Нұр-Сұлтан қаласының 70-ден астам емдік профилактикалық мекемелерінде орналасқан. Университеттің жатақханасы 1177 орындықты қамтыған 2 блоктан тұрады. Бүгін бізде көптен күткен жатақханаға обзоры болады. Ең бірінші әрбір студентте осындай пропуск болады. Бұны жоғалтуға немесе ұмытып кетуге болмайды. Осы арқылы кіреміз. Кірген кезде бізде осындай үлкен коридор типі, әркім отырады. Әрбір этажда бізде 2 түрлі қанат болады. Бірінші қанатта 12 комната болса, екінші қанатта тоже 12 комната. Жатақханада кір жуғыш машиналар бар, және де әрбір қабат интернет желісімен қамтылған. Біздің жатақхананың ең үлкен плюсы лифт бар. Жатақхана 9 этаждан тұрады. Алғашқы 7-еуі қыз балдар жатса, 8-9 этажда тек ұл балдар жатады. Бұл фойе жиналыстар осы жерде өткізіледі, және де студенттер келіп сабақ оқыса да болады. Әрбір қабатта электрлі плиталармен, тоңазытқыштармен және де ас үйге қажетті құралдармен жабдықталған. Жатақханада 2 адамдық және де 3 адамдық бөлмелер болады. Бізге бұйырғаны 3 адамдық орын болды. Как обычно біздің миллион кіріп кітабымыз бет ашылмайтын. Ашамыз, рубежка бір қонған кезде. Негізі көптеген бөлмелер осындай үлкен, 2 адамдық болып қалады. Бірақ просто біздің жолымыз болмай 3 адамдыққа еше кішкентай бөлмені алып қалдық. Әр қанатта 4 бөлім болады, ал әр бөлімде дәретхана, душ және де қол жуғыш орын бар.
Сіздерге қызық болсын. Ұлдар күнде апшара бөлмелеріне барып тұр. Лифте бізде осындай қазақи звуктар шығып тұрады. Ұлдардың да комнаталары барлығы бірдей. Тек ерекшелігі ұлдар жатады және де 11-ден кейін қыздар мен ұлдар бір-бірінің бөлмелеріне баруға болмайды. Менің медицинаға түсуіме және де осындай керемет білім ордасында білім алуыма бірден бір себебін тигізген бұл ұлы дала ұбт. Егер сен де медицинаға қызықсаң және де осындай жетекші оқу орнында грантта оқып білім алғың келсе, студенттік өміріңді қызықты еткің келсе, дайындығыңды дәл қазірден баста. Ал ұлы дала ұбт жүйелі дайындық пен дұрыс бағдар беретіне мен 100% сенемін. Олай болса мүмкіндігіңді жіберме. Осымен бұл видеода тәмам. Егер видео ұнаса, лайк басуды және де комментарийге келесі видеолардың қандай универлерге түсіргенін қалайтыныңды жаза кет. Егер студент медиктің өмірі қызықты болса, Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Келесі көріскенше!